Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Ауызбіршілік болмаған жерде жетістікке жету қиын. Дәл осы сөзді жиі қолданып жүрміз. Ауызбіршілік сөзі бірлестік, бір мақсатта әрекет ету, ынтымақтасу мағынасында қолданылады. Бұл сөз көп жағдайда топтың, қоғамның немесе халықтың бірлігін білдіреді. Бірақ бұл сөзді де дұрыс қолданбай жүргенімізді білесіздер ме? Ауызбіршілік сөзі қазақ тілінің грамматикалық және лексикалық нормаларына сәйкес келмейді. Негізінде ауыз және бірлік сөздерінен құралған сөзге біз ш жұрнағын қате қосарлап жүрміз. Себебі ш жұрнағы қазақ тілінде зат есімдерді жасау үшін қолданылатын жұрнақтардың бірі. Мысалы, сурет, суретші, жазу, жазушы. Онда дұрыс нұсқасы ауызбіршілік емес, ауызбірлік болады. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.